Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге шаймен ішкенге өте дәмді, тәтті, жұп-жұмсақ болып шығатын пряниктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізіп алмай, міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бізге керек болады ұн, көпшекер, жылы сүт, жұмыртқа, сұйық май, қамыр қопсытқыш, қант, ұнтағы және ас содасы. Ең алдымен біз опоросын жасап аламыз. Ыдысымызға көмшекерімізді салып, оның үстіне жылы сүтімізді құятын боламыз. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Тек қана біз қамырға сарысын салатын боламыз. Ыдысымыздағы қант пен сүтімізді араластырып, оның үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да барлық қантымыз ергенге дейін араластырып алатын боламыз. Ары қарай енді біз 100 граммдай ұн қосатын боламыз. Ұнымызды жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып алып, осының үстіне сұйық майымызды құйып, барлығын тағы бір араластырып аламыз. Оға дейін біз ұнымызды електен өткізілген болуы керек. Осы ұнымыздың үстіне содамызды және де қамыр қопсытқышымызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Осының барлығын араластырып болғаннан кейін біз енді жаңағы сұйық массамыздың үстіне екі бөліп ұнымызды саламыз. Енді біз қамыр илеуге кірісетін боламыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ және де жабысқақ болып келеді. Сол үшін ең алдымен лопатканың көмегімен қолданған дұрыс. Осы қамырымыз осындай сұйық болып тұрады. Осы қамырды енді біз 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Оға дейін біз жұмыртқаның ағын миксерлейміз. Көпіріп ағарғаннан кейін осының үстіне біз қант ұнтағын салып, бірінші қолмен жақсылап араластырып, ары қарай миксердің көмегімен 1 минуттай араластырамыз. Бізде аппақ болып шығуы керек. Сол кезде біздің пряниктің бетіне жағатын глазурымыз дайын болады. Құрметті көрермендер, менің арнама тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. 20 минут тұрған қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды алып енді біз қамырды қолға жабыспайтындай етіп, оның көмегімен қамырды илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ және де қолға жабысқақ болғандықтан жұмыс істеу сәл қиындау. Ол ештеңе етпейді. Оның көмегімен біз осылай домалақ пішінге келтіріп, қамырымызды жайып шығамыз. Қалыңдығын 2 сантиметрдей қылғанымыз жақсы. Ары қарай енді біз домалақ пішінге келтіріп, пряниктерімізді домалақтап шығатын боламыз. Құрметті оқырмандар, егер сізге менің видеом пайдалы және де ұнап жатқан болса, маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Осындай домалақ пішінге келтіріп аламыз. Қалған қамырларымызды тағы да домалақ пішінге келтіріп, барлығын осындай формада жайып шығатын боламыз. Енді біз пешімізді қыздырып қоямыз. 10 минутта осы пряниктерімізді тез пісіреміз. Пряниктің пісу уақыты өте жылдам, сондықтан күйдіріп алмаңыздар. Осылайынан пергамент қағазын төсеп, осы пряниктерімізді салып шығатын боламыз. Мінекей біздің пряниктеріміз дайын болды. Суығаннан кейін осындай глазурларымызды бетіне жағып шығатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Мінекей біздің пряниктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Әсем.